Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге өте дәмді түскі асқа немесе түске басар ретінде осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, үйдегі бар заттан жасалады. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, азап тұз салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мен бұл тағамды жиі жасаймын. Өте дәмді шығады және балаларыма да өте қатты ұнайды. Бұл тағам негізінде татар халқының ұлттық тағамы екен. Енді мен бұны интернет желісінде көріп қалдым. Бір жасап көріп қатты ұнағандықтан қазір бір жылдан бері осы тағамды жасап келемін. Ұн салдық, енді қамыр етіп илейміз. Осылай жұмсақ болу керек. Енді жарты сағатқа демалдыруға жібереміз. Салмасы біздерде картоп пюресі болады, және де осындай пиязды қалауыңша салсаңыз болады, немесе салмасаңыз да болады. Енді ұсақтап тураймыз, сосын қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Ұсақтап турап алдық, енді қызып тұрған майымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Мен алдын ала осындай картопымды пюре етіп дайындап алғанмын. Енді сол пюреміздің үстіне пиязымыз салып, аздап қара бұрыш тұз салып, жақсылап араластырып, барлығы біріккенше енді бір шетке ала тұрамыз. Қамырымыз дайын, толығымен демалды. Енді 12 немесе 13 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қамырларым осы бөлшектерге бөлінген қамырларымызды енді осылай суалай етіп дөңгелек жасап аламыз. Енді тағы да қамырларымызды бір 5-10 минутқа демалдыруға жібереміз. Міндетті түрде бетін салапан мешокпен жабыңыздар. Дайын болған қамырымызды алып, өте жұқа етіп, оқтауымыздың көмегімен жұқартып жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, және де өз пікірлеріңізді қалдырып жазып кетсеңіздер, алдағы уақытта сіздермен керемет рецептермен бөлісетін боламын. Енді құрғақ тапамызға осылай қамырымызды екі жағын пісіріп аламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай етіп пісіріп ала береміз. Өте дәмді болады. Міндетті түрде түскі асқа дайындап пісіріп жеп көруге кеңес беремін. Қамырларыңызды пісіріп жатқан кездерінде осындай ісіктер пайда болса, пышақтың көмегімен тесіп жіберсеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды осындай ішіне жаңағы салмамызды салатын боламыз. 1-2 қасықтан жеткілікті. Бөлкір қамырларымыздың ішіне осылай салып жағып шығамыз. Соң барып, тағы да тапамызға аз мөлшерде сары май салып, осы дайын болған қамырларымыздың екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді болады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Және де үйдегі бар заттардан жасалады. Тағамыз дайын болды. Енді кез келген жаңағыдай қаймақпен немесе икра болсын, ащы дәмді тағамдар болсын, солаймен жесеңіздер де елестеді өте күшті болып шықты. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.